жақсы болады. Достар, барлығыңызға сәлем. Жақсы болады арнасы. Кезекті подкаст. Бұл жолы климаттың өзгеруі жайлы. Сізге келгеніңізге көп рахмет. Титры, плашки, сіз жайлы барлық ақпарат. Мен бірден өзіме қызықтырып жүрген сұраққа келем. Жалпы қазір қандай динамика? Әлем бойынша, Қазақстан бойынша, себебі TikTok'та, әлеуметтік желіде көп көріп жатамыз. Ойбай, араб елінде шөп шықты. Египетке қар жауды, Қазақстанда су басып жатыр. Яғни бұл дүниелердің барлығына не әсер етеді және қандай динамика көріп жатырмыз қазір? Біріншіден шақырғаныңызға көп рахмет. Жалпы негізінде ақпараттық алаңда климаттың өзгеру жайлы былай айтсам мәліметтер өте аз. Көп адамдар біле бермейді климат не үшін өзгеріп жатыр, оның салдары қандай деген мәселеге. Қазіргі таңда жалпы климаттың өзгеруі негізі ол жаңа бір құбылыс емес та. Ол климат баяғыдан өзгеріп келе жатыр. Мысалға палео мәліметтер бар. 1000 жылдан басталған жаңағы температураның өзгерісі бойынша өте көптеген мәліметтер бар. Соның негізінде климат ол өте үлкен циклды өзгерушілігі бар процесс болып табылады. Жалпы қазіргі таңда жаһандық жылыну деп жатырмыз ғой, енді дабыл қағып мәселе көтеріліп жатыр. Жалпы 15 ғасырда да температураның жоғарылауы, климаттың өзгеруі осындай өзгерістер болған. Бірақ алайда қазіргі таңда ол өте осындай ғаламдық мәселеге айналып отыр, себебі парниктік эффект деп айтып жатырмыз. Қазіргі таңда жаңағы көптеген химиялық газдардың, оның ішінде көмірқышқыл газының, метанның ұлғаюы ол қазіргі таңда осы ауа температурасының жоғарылауына алып келді. Яғни бұның салдары ауаның температурасының жоғарылауы жалпы климаттың өзгеруіне алып келді. Оның ішінде экстремалды өте жаңағыдай гидрометеорологиялық құбылыстардың жоғарылауына алып келіп жатыр. Мысалға Европада мысалға ауа температурасының жоғары болуы, аптап ыстықтардың болуы, содан кейін көктем мезгілде жаңағы жауын-шашындардың, экстремалды жауын-шашындар болады, солардың ұлғаюы мынау су басу процестеріне алып келіп жатыр. Мысалға бізде Қазақстанда да осы жылы көктемде су басу болды ғой, оның процесі де оны да біз климаттың өзгеруімен байланыстырсақ болады. Себебі күзгі мезгілде осы жауын-шашынның жоғарылауы байқалды. Одан кейін оның үстіне қар көп жиналды, және де көктемгі жауын-шашынның қарқындылығының жоғары болуына байланысты бізде осындай су басу процесі болды. Яғни біз оны алдын ала болжай алдық. Болжай алдық. Дұрыс айтасыз. Яғни негізі осындай үлкен қауіпке апаруы мүмкін дүниелерді біз ғылыми тілмен алдын ала болжай аламыз. Алдын ала болжай аламыз. Бұл жерде мәселе бізде біз қаншалықты оны алдыға болжай аламыз деген мәселе тұр да. Мұнда мысалға бізде синоптикалық болжамдар бар ғой. Олар қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді болады. Оның ішінде ең ұзақ мерзімдісі ол маусымдық болжамдар. Яғни ол маусымдық бір айдан бастап бірнеше айға дейін созылады. Мәселен, Қазгидромет енді жаңа су басуға тоқталатын болсақ, қаңтар айында, ақпан айында және наурыз айында осы өткен гидрометеорологиялық жағдайларға байланысты болжам жасайды. Соларды пайдаланып және де біздің ұзақ мерзімді ауа райын болжау мамандары олар бізге маусымдық болжамдар береді. Осы барлық жиналған ақпарат негізінде, болжам ақпарат негізінде біз ұзақ мерзімге осындай гидрологиялық болжамдар шығарамыз. Менің мынандай бір қызықтыратын сұрағым бар. Ғалымдар айтып жатады, мысалы, бізге бірігу керек дейді. Немесе сіздер, қоғам, адамдар, егерде Теслаға көшсеңіз, мысалы, бензинді тұтынуды тоқтату керек, көшсеңіз бәрі дұрыс болады. Немесе соңғы мемлекет басшысының да цитатасы бар. Енді сіз ғалым ретінде түсінетін шығарсыз, бірақ маған қызықты болған жері неде? Біз, Европа елдері, жалпы ООН-да айтылған сөз ғой, біз бірігіп белгілі бір іс-әрекеттердің арқасында 2050 жылға дейін 1,5 градусқа сақтап қала аламыз, температураны. Жалпы менде сұрақ, біз адамдар
мына қазір біз түсіріп жатырмыз, далада жел гуілдеп тұр, жаңбыр жауып тұр. Біз оған қалай әсер ете аламыз? Дәл осы температураға байланысты фактілерге келсек. Өте қызық сұрақ негізінде. Жалпы қалай әсер ете аламыз, бізде жалпы климаттың өзгеруі туралы нақты мәліметтер бар да, бірақ біз оған қалай бейімделу керекпіз. Мысалға сол туралы қоғамға берілетін ақпарат өте аз. Мәселен, жаңағы сіз айтып отырған эко көліктер қолдану мысалға шығарынды тастамаларды азайтады. Оның ішінен мысалға пластиктің қолдануын азайту керекпіз. Олардың барлығы мысалға өртенеді, олардан шығатын газдар тағы да бізде парниктік эффектінің көбеюіне алып келеді. Сол сияқты осындай бізде бейімделу шараларын көптеп ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Мысалы, жаңағы температураны айтып жатсыз, Париж келісімі бар. Қазақстан оны 2015 жылы қабылдады. Онда ауа температурасын 1,5 градустан жоғарылатпау бойынша біз сонда келісімге қол қойдық. То есть Қазақстан ратифицировать етті 2015 жылы. И соған сәйкесінше бізде қазір Қазақстанда стратегиялар бар. Нейтральность қазір 2060 жылға дейін көміртегі мөлшерін азайту бойынша. Яғни бірінші 2015 жылға дейін біз 15% азайту керекпіз, ал 2060 жылы біз оны 30% дейін азайту керекпіз. Сонда бізде ауа температурасының қарқынды жоғарылауын кішкене тежеу процесі орын алуы тиіс. Яғни біз енді оның барлығы физика, неше түрлі барлық ғылымдардың қосындысының нәтижесінде біз мысалы Антарктикадағы мұздықтардың еруіне ықпал ете аламыз ба? Ете аламыз, егер де біз осы барлық берілген стратегияларды орындасақ. Өкінішке орай, қазір қарқынды жүріп жатыр да температураның жоғарылауы. Мысалға біз 1,5 градусқа асырмаймыз дедік, алайда 2023 жыл Қазақстан үшін өте жылы жыл болды. 1880 жылдан бастап Қазгидрометтің қорында бақылау мәліметтері бар. Сол мәліметтердің негізінде осы аталған барлық 100 жылдан астам кезеңде бізде ең жылы 2023 жыл болды. Яғни ол базалық кезеңге қарағанда 1991-2020 жылға қарағанда 1,178 градусқа ауытқыды. Яғни біз егер ауытқу 1,5%-дан аспау керек дейтін болсақ, біз 1,78 градусқа жетіп отырмыз. Яғни осы салдарды азайта отырып, мысалға, мәселен былай түсіндіре кетейін, солтүстік жарты шардағы климаттың өзгеруі бүкіл дүние жүзіне қарағанда өте қарқынды жүреді. Оның ішінде Еуразия материгі бар ғой, ол құрлықтың ең көп бөлігін алып жатқандықтан топырақ беткейі тез қызады. Сондықтан бізде солтүстік жарты шарда ауа температурасының жоғарылауы қарқынды жүруде. Оның ішінде алатын болсақ, біз Ресей аумағында, Орталық Азия, Қазақстан территориясы әлемдік температура қарағанда 2 есе жоғары жылдамдықпен жүруде. Егер біз осы ауа температурасының ары қарай жоғарылауын тежейтін болсақ, оған қатысты қабылданған стратегияларды орындайтын болсақ, барлық келісімдерді орындайтын болсақ, ауа температурасының азаюына, оның салдарынан жаңағыдай сіз айтқандай солтүстік мұзды мұхиттың еруін тоқтату мүмкіншілігі бар. Енді мүлдем тоқтап тастау деген, енді білмеймін, оның бәрі индустрияның дамуымен қазіргі кезде жүріп жатыр. Бірақ сондай ықпал ете аламыз. Біздің материктегі жердің, яғни көп бөлігін алып жатқандықтан, құрлық тезірек күннің ықпалына әсер етеді. Яғни тезірек қызады. Бұны енді түсінікті тілмен түсіндірдіңіз, оған рахмет. Жалпы осы цепочка қаншалықты, мысалы, неліктен адамдар осы сіз айтқан шарттарды орындамайды? Адамдар, қоғам, мемлекет, жаңағы экоактивизмді неліктен қолдамайды? Себебі олар жеке өзінің дарабасына қатыстылығын түсінбейді. Мысалы, қалай Антарктидадағы мұз менің таңертең тұрып магазинге барып жұмысқа баруыма әсер етеді деген сұрақ. Енді жеке өзім пікірім бойынша, енді мен ойымша, бұл әлеуметтік мәселелерге де көп нәрсе байланысты да. Бұл мәселе, климаттың өзгеруі туралы мәселе, меніңше балабақшадан бастап, немесе үйден бастап үйретілу керек. Бізде ондай білім, өкінішке орай, мен мысалы қазір естіп жүрген жоқпын, ешеден көрмеймін. Мысалға, мен жеке маман ретінде өзімнің, мәселен,
туған туысқандарыма әріптестеріме мысалға айтамын, бірақ алайда басқа адамдардан сұрасаң олар тіпті бұл мәселе туралы білмейді. Мысалға айтатын болсам, мысалға Германияда Европада, Германия, Финляндия болсын, түрлі мемлекеттерде оларда балабақшадан бастап үйретеді. Мысалы қазір климаттың өзгеруі болып жатыр, мысалы пластикті қолданбау керек, барлық қоқыстарды сортировать ету керек дегендей. Оның барлығы үйретіледі, олар естиді, сәйкесінше біледі, оның барлығы осы әлеуметтік тұрғыдан жасалады. Ал бізде өкінішке орай мысалға тіпті бұқаралық ақпарат құралдарында да көп естіпейсің, тіпті мектептерде ондай түсіндіру жұмыстары жүргізілмейді. Егер осындай түсіндіру жұмыстары жүргізілсе, онда әрбір адам меніңше өзінен бастар еді. Қателеспесем, 2 жыл бұрын ба жолдауда айтылған сөз мектепте пән ба немесе осындай бағыт енгізілуі тиіс экоактивизмға байланысты. Ол кезде қателеспесем Грета Тунбергтің танымалдылығы шарықтап тұрған кезең бізде мектепте есіме түсті. Не үшін? Біздің әлеуметтік желілерде кейбір видеолар тарады. Балалардың қателеспесем күшікті немесе жануарларға қатыгездік көрсетуі деген сияқты әрекеттердің кесірінен қателеспесем осындай ойлар, пікірлер айтылды. Яғни мектепте міндетті түрде экоактивизмді оқыту керек деген сияқты ол президентпен жолдауда айтылды. Бірақ қазір жалпы жағдай енді әр адамның өзінің жауапкершілігінің арқасында ғана жүріп жатыр деген сияқты ой. Жағы неліктен түсінбейді дегенді бір мысалмен түсіндіріп көрейікші қазір. Мысалға қарапайым адамға мынау температураның 50 жылда 1,5 условно градусқа көтерілуі оған қалай әсер етуі мүмкін. То есть мұз ерісе сенің армандап жүрген Венецияң судың астына кетеді деген сияқты. Европада температура салқындай түседі дегендей. Нәтижесінде білмеймін, бір жануарлардың категориясы жоқ болып кете ма, ол цепочкамен келіп тағы да бірдеңке бола ма деген сияқты осындай мысалмен түсіндіріп көрейікші. Так, енді маған кішкене қиындау болып тұр бұл мәселені қазір. Себебі мен түсінгенім бойынша жалпы Антарктикадағы немесе қарапайым мысал қазіргі трендтегі дүниелер ғой. Бұқара халық әлеуметтік желіде сериалдар арқылы, фильмдер арқылы осы тақырыпты романтизациялайды. Яғни мұз ериді, ол түбінде мыңдаған ғасырлар бойы жатқан микробтар, немесе басқа да бір тіршілік иелері су арқылы енді бүкіл әлемге тарап бастайды. Сәйкесінше бір ауру түрлері пайда болады деген сияқты мысалдардың өзі меніңше осы мәселе сенің өміріңе тікелей қатысты екенін дәлелдейтін сияқты. Яғни бұқара халықтың тақырыбына. Мысалға мынау айтады ғой, азық-түлік қауіпсіздігі депті. Енді климаттың өзгеруі ол жақта да әсерін тигізеді. Су ресурстарынан бөлек, басқа да экономика салаларынан бөлек ең маңыздысы ол адамзат баласы үшін қазір мысалға азық-түлік қауіпсіздігі. Ол көп жерде, мысалға Африка елдерінде, Қытайда да қазір болып жатыр да. Мысалға температураның өсуі бұл құрғақшылыққа алып келеді. Құрғақшылық өз кезегінде ауыл шаруашылығына қатты әсер етеді. Мысалға оның ішінде жалпы ең бастысы тамақпен мысалға түсіндірсек болады. Мысалға тамақтың производствосы, өнімділігі азаюы мүмкін деген сияқты. Болмаса жаңа сіз айтқандай көптеген аурулардың, бактериялардың көбеюіне алып келеді. То есть мысалға біз көрдік қой енді COVID-19 кезінде барлығымыз жаңағы оқшауланып қалдық, ешқайда шыға алмай қалдық деген сияқты. Енді осындай бір эпидемиологиялық аурулардың туындауына да алып келуі мүмкін. Себебі климаттың өзгеруі судың азаюына алып келеді, судың сапасының өзгеруіне, ал судың сапасы өз кезегінде жаңағы түрлі ауруларға алып келеді. Жаңағы азық-түлік қауіпсіздігі деген сияқты осындай мысалдардан мүмкін түсіндіру керек шығар. Бірақ бәлкім ол күрделі болады кішкентай балаға. Сіздің айтқан Венецияңызда мысалға өте жақсы пример да. Себебі уже болашақта адамдардың жаңағы еркін мүмкін қозғалысы шектеулі болуы мүмкін. Жалпы азық-түлік қауіпсіздігі естуім бойынша, яғни бұл мәселенің деңгейі
ұлттық қауіпсіздіктің деңгейіндегі мәселе ғой. Және әр мемлекетте, Қазақстанда да ол андай жоғары бақылауда тұратын мәселе. Мысалы, қателеспесем, ООН-ның келісімі бойынша әлемнің 3 нүктесінде ол адам баласының аяғы бармайтын жерлерде өте терең орналасқан бункерлер бар. Яғни 3 бункер, мүмкін одан көп шығар, білмеймін. 3 бункер бар, және солардың түбінде болашақта жаңағы температура 1,5 емес 4,5-ға асып кететіндей деңгейге барған кезде дәндер, яғни келесі ұрпақ, аман қалған ұрпақ осыны пайдаланып өсіріп жаңа азық-түлік, олар үшін жаңа, яғни азық-түлікті өсіріп осы не дейміз, осы түрлерді жоғалтып алмас үшін сақтайтын және өте қатаң қорғалатын сондай базалар бар екен, естуім бойынша. Енді жалпы әлем бойынша біз қандай динамика байқаймыз? Яғни Қазақстан бойынша түсінікті, біз енді өзіміз бұқара халық ретінде айтып отырамыз, осы қыс жылы болды. Ол шынымен байқалады, бірақ әлем бойынша алып қарайықшы, қандай біз динамика байқай аламыз? Әлем бойынша алатын болсақ, 2023 жыл, 22 жыл, мысалға Европа елдерінің барлығы дабыл қақты. Себебі өте қатты ыстық жаз болды. Мәселен, олар үшін +38 градус егер қатты ыстық болатын болса, оларда өте қатты аномалды ыстықтар болды. Одан кейін көктем мезгілінде, жалпы негізі климаттың өзгеруі, ол температураның өсуімен қатар жаңағы көктем мезгілінде және қыста экстремалды жауын-шашындардың болуымен сипатталады. Яғни 2022 жылы ма, 21 жылы ма Германияда өте үлкен масштабтағы су басу болды, орысша наводнение. 200-ден астам адамдар көз жұмды сол арада. Мәселен, осындай сияқты тенденциялар мысалы Европа елінде байқалуда. Мысалға Қытайда температураның қатты өсуі әсері байқалады. Сол себепті де мысалы қуаңшылық көп байқалуда. Осындай сияқты процестер әлемнің барлық түкпір-түкпірінде байқалады. Тіпті мысалға Америкада да көптеген мысалға қатты желдердің болуы сияқты процестер жиіленуде. Мысалға енді Африкада онсыз да олар өте өздері жаңа ылғал тапшы жерде орналасқан, оларда да осы температураның жоғарылауы, енді жаңа санитария дейміз, азық-түлік қауіпсіздігі дейміз, суға деген тапшылық дейміз, осының барлығы енді дүние жүзінің барлық бөліктерінде байқалуда. Тіпті қазір мысалға бізде орталық Азияда мұздықтардың еруі байқалуда, ол өз кезегінде температураның жоғарылауы. Мұздықтардың еруі әсерінен оларда өте қарқынды сел процестері орын алуда. Бұның барлығы жаңағы адамдардың жалпы адамзат баласына қатты әсер етеді. Мысалға көптеген осындай процестер адамдардың өліміне алып келеді, олардың қауіпсіздіктеріне, өмір сүру сапасына, солардың барлығының нашарлауына алып келеді. Осы мәселеге мынау факт әсер ете ма? Яғни көп жерде оқыдым, жер бұрыннан тезірек айналатын болды деген. Яғни білмеймін, ол миллисекунда болуы мүмкін, ол біздің тәулікке, яғни қазір тәулік 24 сағат емес, ол 24 сағат 0,01 секунд деген сияқты. Бұл осы температураға әсер ете ала ма? Жалпы негізінен климаттың өзгеруінен көптеген ғалымдар қазір бірнеше фронтқа бөлініп алған. Мысалға бірінші топ айтады, климаттың өзгеруі ол антропогендік фактордан дейді. Ол жаңағы көптеген жаңағы CO2, метан дейміз, солардың жоғарылауынан әсер етіп жатыр десе, екінші топ бар, олар айтады, олар тек қана табиғи процестерден дейді. Табиғи процестер осы жаңағы жердің орбита өсінде орналасуынан, оның қозғалуынан деген сияқты көптеген табиғи процестер бар, соларға байланысты дейді. Ал үшінші топ олар айтады, бұл совокупность дейді ғой, орысша айтқанда, екі фактордың да әсерінен кешенді факторлардан болып жатыр деп айтады. Ол өз кезегінде жаңағы физикалық метеорология бойынша жаңағы біз кезінде өттік, сонда бізге жаңағы жердің орбитада орналасуы, олардың жаңағы орналасу бұрышы, эксцентриситет деген сияқты көптеген мысалы физикалық факторлар бар, солардың әсері де өзінің
климаттың өзгеруіне қосымша негізгі әсер ол осы табиғи факторлар ғой. Ал оның үстіне жаңағы бізде антропогендік факторлардың қосылуы ол климаттың өзгеруін жылдамдатып жатыр. Яғни табиғи фактор деген түсінікті болу үшін біздің қолымыздан келмейтін, біз оған ешқалай әсер ете алмаймыз. Ол жалпы галактикадағы болып жатқан дүниелерге тән. Енді дауылдар, мысалы, енді Қазақстанда ол жиі керісінше өте сирек кездеседі, дауылдар, су тасқыны, не бар, өрт, ол жаз айында бізде Қазақстанда көбінесе күн ысып, яғни осыған тоқталайықшы, айтпақшы, күн ысыған кезде, жаз айларында бізде өрт пайда болады белгілі бір аудандарда. Алдыңғы жылдары соның арасындағы ең үлкені де болды. Яғни сіз жаңа айтқан 2023 жылы ең үлкен температура сақталды. Енді біз осы жылды өкінішке орай су тасқынымен бастадық. Осы жазда бізде өрт мәселесі қайталануы мүмкін ба? Біз оны болжай аламыз ба? Жалпы Қазгидромет өрт қауіпті сондай аймақтарды алдын ала беріп отырады. Оның барлығы жаңағы синоптикалық прогнозға байланысты, болжамдарға байланысты. Мәселен, жаңағы бізде орын алған өрттердің көпшілігі, сіз айтпақшы, жылы мезгілде, әсіресе жаз айларында температураның жоғарылығынан пайда болады. Оған мәселен топырақтың ылғалдылығының төмен болуы, мысалы жауын-шашынның аз жаууы бізде сол мезгілдерде ағаштардың жаңағы құрғауына алып келеді. Және температура қатты ысыған кезде сонымен қатар совокупный процестер бар да, олар мәселен найзағай болған кезде де ормандарда өрт пайда болуы мүмкін. Сол сияқты көптеген жаңағы синоптикалық болжамдардың негізінде Қазгидромет мамандары, қысқа мерзімді ауа райын болжау мамандары Қазгидрометтің сайтында сондай информация беріп отырады. Әр аймақты сәйкесінше өзінің жаңағы деңгейі бойынша бөліп қарастырады. Мысалға өрт қауіпті аймақ, мәселен қазіргі бүгін ғана қарадым, Қазақстанның оңтүстік аймақтары, сол аймақтар қазіргі таңда ең өртке қауіпті аймақ болып тұр. Оңтүстік Қазақстан, кешірім өтінемін. Түркістан облысы, одан кейін оңтүстік шығыс Қазақстан, орманды алқаптары, олар орташа деңгейде тұр әзірше. Бірақ бұл жағдай жаңағы синоптикалық жағдайларға байланысты жазда өзгеруі мүмкін. Енді өрт жағдайлары жылда қайталанады, жылда оңтүстік Қазақстан, оңтүстік шығыс Қазақстанда қайталанады. Бұның барлығы осы құрғақшылықпен, онымен қоса жаңағы температураның жоғарылауымен байланысты. Оның ішінде қоқыстар да бар, яғни ормандарда немесе қалаларда жатқан қоқыс күн ыстықтан өртенуі де мүмкін. Енді байланыс, мысалы, сіздер әкімшіліктерге немесе облыс әкімшіліктеріне рекомендация немесе бір ұсыныс ретінде айта аласыздар ма, немесе айтып жүрген шығарсыздар осыған байланысты? Жалпы Қазгидрометтің негізгі компетенциясына кірмейді бізде ұсыныс беру. Біздіңкі жалпы ол негізгі өткен мәліметтер негізінде зерттеу жасау, одан кейін негізгі факты ақпарат беру, одан кейін болашаққа болжамдар беру. Ал болжамдардың негізінде ары қарай шешімдерді құзырлы органдар, жаңағы әкімшіліктер болсын, олар өздері қабылдайды. Бірақ біздің тараптан біз негізінен береміз. Жаңағы енді өрт қауіптілігі бойынша да біз негізгі аймақтарды бөліп береміз. Қай аймақ қауіпті? Ары қарай уже ұсыныстар, болмаса іс-шаралар қолдану, олар енді өздерінің құзыретті органдардың мойнында деп айтсам болады. Жалпы барлығы, Қазгидромет баршамыз үшін, қоғам үшін андай аспаннан түскен зат сияқты да, яғни ол міндетті түрде менде ұялы телефонымда таңертең тұрам, погодаға кірем, немесе таңертең тұрған кезде оқушылар телевизорды қосады, бүгін сабақ бола ма, болмай ма, оны бізге Қазгидромет айтып береді. Яғни біз үшін ол орысша айтқанда обыденный зат та. Енді сіз түсіндіріп берсеңіз, сіздер жалпы
енді заңды түрде, мемлекеттік емес, немесе сіз жаңағы күніне мыңдаған адамдар кіретін сайтыңызға реклама жарнама орнатасыздар ма деген сияқты. Яғни жалпы Қазгидромет жайлы осындай қысқаша ақпарат болса. Жалпы Қазгидромет туралы Қанша адам, яғни үлкен еңбек қой. Біз үшін ол жай ғана қарадым болды, ертең жаңбыр, зонтик алып шығу керек дегендей. Сіз зонтикпен келдіңіз. Содан есіме түсіп жатыр. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы Қазгидромет туралы шынымен көп адам біле бермейді. Мысалға қайда жұмыс істейсің деп сұраса, Қазгидромет десең, барлығының ойында бір ғана нәрсе да, берген прогноздарың өтірік. Мысалға енді ол кісілерге түсіндіріп жатасың, кейде түсінетін адам бар, кейде түсінбейді. Мысалға Қазгидромет жалпы 100 жылдық тарихы бар ұлттық біздің қызмет болып табылады. Қазгидрометте 3000-нан астам адам жұмыс жасайды. Ол ең Астанадағы бізде головной офис, мұнда 300 адам жұмыс жасаймыз біз. Ал қалған 15 облыста бізде филиалдар бар. Сол филиалдардың барлығын қосқанда 3000 адам жұмыс жасайды. Жалпы негізгі Қазгидрометтің ол базасы дейік, бізде ол мониторинг, бақылау. Ол метеорологиялық бақылау, гидрологиялық, агрометеорологиялық, экологиялық. Мысалға алатын болсақ, гидрологиялық бақылау бекеттері бізде 300-ден астам, метеорологиялық бақылау бекеттері 400-ден астам. Сол сияқты бізде бақылау бекеттері барлық Қазақстан қамтылған. Олар мүмкін аз болуы мүмкін, бірақ олар бізде үздіксіз жұмыс жасайды. Сағат сайын бізге ақпарат түсіп отырады. Мысалға филиалдарда бақылау пункттерінде наблюдательдер жұмыс жасайды. Олар әрбір, мысалға метеорологиялық станцияда әрбір 3 сағат сайын шығады. Күн, түн, мысалға дауыл болсын, қарлы боран болсын, ештеңеге қарамастан сондай үздіксіз бақылаулар жасайды. Олар филиалға береді, филиалдар өңдейді ол мәліметтерді. Өңдеп болғаннан кейін барып олар өздері филиалдарда мысалға болжам шығарады. Олар алады да бізге орталық аппаратқа жібереді. Орталық аппаратта біз тағы да өңдейміз, тағы да мысалға болжам шығарамыз. Ал содан кейінгі алынған барлық ақпаратты біздің ғылыми зерттеу орталығы алады. Ғылыми зерттеу орталығы осы климаттың өзгеруі, су ресурстарының өзгеруі, сел процестері сияқты өте көптеген экологиялық мысалға зерттеулер сияқты жұмыстарды жүргіземіз. Барлық адамға мысалы көрінеді сырттан не істеп жатыр деген сияқты. Бірақ бұл үздіксіз қайнап жатқан сондай процесс. Енді 100 жылдық тарихы бар. 2021 жылы біз 100 жылдығымызды тойладық. Енді осы жылы 103 жыл болды. Яғни сіздер таңертең тұрған кезде терезені ашып, бүгін -15 деп жазатын ұйым емессіздер, яғни. Жаңа айтып кеттіңіз, өртке байланысты, бүгін ғана қарадым дедіңіз. Қайдан қарайсыз, не қарайсыз? Яғни сіздерде майнд мап па, бір система жайлы жақынырақ? Қарапайым Қазгидрометтің сайтынан. Мысалға, кіретін болсаңыз барлық ақпарат бізде сонда тұрады. Себебі біз тек қана ертеңгі погоданы қараймыз ғой, мысал ретінде. Ол жерде тереңірек үңілсек не бар сонда, не таба аламыз? Қазгидрометтің сайтында кірсеңіздер, барлық болжам бойынша, барлық факты бойынша барлық ақпараттар бар. Онда бізде бөлініп қойған, қарапайым мысалға тұтынушыға, қолданушыға өте түсінікті. Ауа райы болжамы, болмаса өрт қауіптілігі болжамы деген сияқты мысалға вкладкалар бар. Ішіне кірсеңіз барлық ақпарат тұрады. Одан бөлек бізде жаңағы Facebook болсын, Instagram болсын, әлеуметтік желілерде барлық ақпараттар бізде таратылып отырады. Және қандай іс-шаралар өткізіліп жатыр, барлық ақпарат бізде осы ашық түрде беріліп отырады. Сіздердің жаңағы айтқан филиалдардағы адамдар және сол филиалдардың орналасқан жері тікелей табиғатқа, ауа райына байланысты жерлерде орналаса ма? Мысалы, таулы аймақта бір станция деген сияқты. Осы жайлы ерекше станциялар болады ғой енді. Солар жайлы тоқталып кетсеңіз. Негізінен станциялар бірнеше категорияларға бөлінеді, разрядтарына байланысты. Мысалға, сіз айтып отырған станциялар ол орысша труднодоступные станции деп аталады. Ол мысалға таулы аймақтарда көбінесе орналасқан, өте биік. Біз Қазақстанның оңтүстік шығыс аймақтары өте биік, 4000-5000 метрге дейін жетеді. Соның ішінде бізде ең биік станция, например, Шымбұлақ станциясы 3071 метр биіктікте орналасқан. Сонда бізде синоптик мамандар жұмыс жасайды. Олар мысалға егер қарапайым станцияларда бір күн 24 сағат тәулікке түсетін болса, мысалы бақылаушы, ондай труднодоступный станцияларда олар бірнеше адам тұрады. Мысалы көбінесе енді бізде
династия метеорологов деген бар. Мгм. Династия гидрологов дегендер бар да. Ол кісілер отбасылармен жұмыс жасайды. Мәселен, әкесі метеоролог бақылаушы болса, ол кісі бүгін жаңағы сменге түсетін болса, ертесіне мысалға ұлы түседі деген сияқты. То есть ол жақта да бізде непрерывно осындай бақылаулар жүргізіледі. Оларды біз сәйкесінше қамтамасыз ету керек. Біз мысалға мәселен жаңа қыстың күні көмір дейді, сумен, барлығымен олар қамтамасыз етілу керек. Себебі бізде Қазақстан бойынша үздіксіз бақылау жұмысы жүргізіліп отыру керек. Жалпы сіздер енді ғылыми адамдар ретінде табиғатқа байланысты, климаттың өзгеруіне байланысты қауесеттерге қалай қарайсыздар? Мысалы, ақыр заман белгісі бұл деген, жауын шашын көбейіп жатыр ма, ол деген ақыр заманның белгісі деген сияқты. Енді көп, шынымен қауесеттер көп. Соларға сіздер қалай қарайсыздар? Немесе өз араларыңызда да соған сенетін азаматтар бар ма? Қызық сұрақ негізінде. Жалпы ғалым ол не жұмыс жасайды? Ғалым ол нақты фактілерге сүйенеді. Ғалым ол статистиканы есептейді, математикалық жаңағы есептеулерді қолданады. Біз сол нақты мәліметке, нақты статистикаға сүйенгендіктен ондай қауесеттерге көп мән бере бермейміз. Себебі бізге факт маңызды, бізге статистика маңызды. Оның барлығы есептеулері өте күрделі. Біз тек соларға сенеміз. Бірақ болжам болмайды ма? Бәрібір әр ғылымда, мысалы 2050-дегі немесе 2100 жылдағы температураның өзгеруі 2 градусқа болсын, ол міндетті түрде біз мына дүниеден айырыламыз. Мысалы, білмей, ол жылқы болуы мүмкін, қазақтар. Ол болмайды, болды. Сондай сияқты бір болжамдар болу керек қой. Болжамдар бар, әрине. Мысалы 2050 жыл, 30 жыл, 2100 жылға дейінгі болжамдар бар. Олардың барлығы негізі жаңа математикалық модельдер. Оның негізінде физика отыр, оның негізінде әлеуметтік жағдай отыр, экономикалық жағдай деген сияқты. Яғни, болжамдар бар. Біз оларды жасаймыз, сәйкесінше біз оларды таратамыз, бірақ жаңағы сіз айтқан сияқты, мысалға ақыр заманның белгісі деген сияқты. Енді бұның барлығы біз болжам екеніне түсіну керекпіз да. Көп адам мысалға түсінбейді, болжам біз береміз, мәселен дейік та, 10 күннен кейін осындай орын алады деп біз болжам береміз, бірақ болмаса біз тағы да келіп өтірікшіге айналамыз. Бірақ бұл болжам екенін түсіну керек. Ол сондықтан да ол жалпы болжам дейді ғой. Ол болу да, болмау да мүмкін, бірақ біз соның нақты ақталушылығы жоғары болатындай сондай болжамдар беруге тырысамыз енді. Яғни мысал ретінде қарапайым ертеңгі күннің ауа райы ол да болжам. Бірақ біз үйреніп қалғанбыз, біз оны факт болатын зат, яғни сіздерде ертеңгі болатын затты көрсететін бір аппарат бар деп есептейміз. Бірақ яғни барлығы 50-ге 50. Әлде сіздер бір басқаша процентаж бере аласыздар ма? Негізінен болжам ертеңге деп айтып жатырсыз ғой. Ертеңгі болжам, 3 күндік болжам, олар ұзақ мерзімгі болжамға қарағанда нақтырақ болып табылады. Сенімділігі жоғары болып табылады. Неғұрлым болжамның уақыты дейді, былайша айтқанда 10 күн, 2 апта және одан ары жоғарылайтын болса, оның сенімділігі сәйкесінше төмен болады. Жалпы дүние жүзінде әлі ондай модель, ондай мысалға қалай түсіндірсем екен, жалпы модель немесе әдістемелер жоқ та, 2 аптадан асқан болжамдардың ақталушылығы жоғары болатын. Мәселен, мысалға европалық болсын, ресейлік болсын, біздің Қытайдағы әріптестер болсын, мысалға біз көптеген жаңағы жиындарға қатысамыз, сонда қазіргі таңдағы ең үлкен мәселе ол болжамның сенімділігі қай уақытта жоғары болады. Мәселен, 2 апталық болжам ғана сенімділігі осы 50-де 50 болуы мүмкін. Ал 2 аптадан асқан болжамдар уже олар сенімділігі төмен болады. Себебі бұл мәселе тек Қазақстанда ғана емес, ол барлық дүние жүзінде проблема деп айтсам болады. Мысалы, Евразия материгі бойынша түсінікті. Бағаның басында түсіндіріп кеттіңіз. Мына цитатаға байланысты кішкене өз тарапынан түсініспеушілік бар. Орталық Азия елдері, яғни бәрібір 2,5 градусқа дейін жоғарылау мәселесі
2050 жылы болады. Яғни неліктен біз яғни біз ғалымдар қоғам бұны факт ретінде көреді, яғни бұл да болжам емес па деген сұрақ қой. 2050 жылы керісінше күн суытып кетсе, яғни температура динамикасы керісінше кетіп қалуы да мүмкін ба? Қызық сұрақ. Негізі осы көп уақыт ұзамай мен бір не оқыдым, қытайлық зерттеушілердің зерттеу нәтижелерін. Қазір оларда жаңа модель жасалған. Сол модельдің негізінде мысалы қазір енді 50-ден астам модель бар дүние жүзінде. Ол көптеген зерттеу институттары, зерттеу орталықтары бар. Сол модельдердің негізінде температура өседі дейді. Бірақтан осы қытайлардың зерттеуі бойынша, осы соңғы мәліметтер бойынша олар керісінше эпоха похолодания басталады деп жатыр. То есть сондай да көзқарастар бар. Мысалға 50 модельдің мәселені алатын болсақ, егер 30 температура жоғарылайды дейтін болса, оның ішінде 10 шақтысы, мысалы 15 шақтысы, олар керісінше похолодание кезеңінің басталуы күтеді. То есть ол нақты да емес. Мысалға температура өседі, 2050 жылы мәселен 3 градусқа көбейеді, 2100 жылы 5-6 градусқа өседі деген, ол да болжамды. Ол болу болмау өте көптеген факторларға байланысты. Ол бір ғана парниктік газдар емес, бағана айтқан, ол ең бірінші табиғи факторларға байланысты қалай болатындығы. Және бұл мысалы модельдердің барлығы олар экономикалық, бағана айтқан, әлеуметтік, мысалы адам санының көбеюіне, мысалы қазір біз 7-8 миллиард болсақ, мәселен алғышарттар өте көп. 10 миллиард болғанда қандай боламыз, 6 миллиард болғанда қалай боламыз. Экономикалық жағдай, мәселен, егер бізде экономикалық құлдырау болса, ол осындай жағдайға алып келуі мүмкін. Сценарий өте көп, алғышарттары өте көп, соның ішінде оның қайсысы орындалатындығы нақты негіз белгісіз, былайша айтқанда. Яғни керісінше жаңағы басқа модель, күн суыту мүмкін дейтін модельге де ойға сыйымды фактілер бар, сенуге болатын. Себебі климаттың өзгеруін жаңағы зерттейді ғой ғалымдар, сонда 1400-2000 жылдық мәліметтер бар дүние жүзінде. Сонда барлық процестер негізі табиғаттан цикличность дейді ғой, тербелістерге байланысты болып табылады. Қазіргі таңда сол тербелістер негізінен төмендеуге де алып келеді деген сондай тұжырымдар бар. Оған қазіргі таңда көп айтылып жүрген күн сәулесінің әлсіз болып бара жатқандығы, күннің жалпы жыл сайын ғасырлар өте сөніп бара жатқандығы факт болып соған әсер ете ала ма? Ол да мүмкін. Жалпы негізінде күннің цикличность деп айтып жатырмын ғой, бағаналы бері. Мысалға оның 11 жылдық, 33 жылдық, 66 жылдық, 100 жылдық сияқты тербелістері бар. Олар да әртүрлі. Олар да әртүрлі. Яғни біз күнге де бағыныштымыз, жердің орналасуына да, жердің айналуына да бағыныштымыз. Сол факторлардың әсері де орын алады. Бірақ қазіргі таңда енді глобальный потепление деп барлығы шулап жатыр ғой, оның барлығы көбінесе антропогендік әсерден болып жатыр. Қарқынды жүру орын алды да. Енді жалпы осы салада мүмкін қай ұлт емес, қай мемлекетте мамандар көбінесе абыроймен жоқ, қай мемлекеттің мамандары көбіне абыройға ие? Яғни бағана сіз 2 рет Қытайдың мамандарын айттыңыз. Яғни барлық мемлекет, бәлкім ұйымдар осы мемлекеттің тұжырымдамаларына, ғылыми зерттеулеріне назар салып қарап, соған болжам жасайды деген сияқты. Кімге біз қараймыз яғни? Негізінен нақты бір айтатындай бір мемлекет жоқ. Неге мен Қытайды көп айтамын? Себебі Қытай бізге көршілес мемлекет, олардың болжамдары бізге көбінесе сәйкес келеді деп айта аламын да. Мәселен, мысалға Европа елдерін алсақ, Американы алатын болсам, олардағы болжамдар негізінен әр елдің болжамы, мысалға айтып жатырмын ғой, 50 шақты осындай ғылыми зерттеу орталықтары бар. Солар, мәселен, французский модельді алатын болсақ, олар Франция үшін өте жақсы болжамды береді, ал қалған дүние жүзіне олар глобалды масштабқа олар проецировать етеді даныларды.
американский модель да сол, иә, немецкий болсын, индиянікі болсын, мысалға ресейдікі болсын, әркімдікі өз жеріне жақсы нақты жасалғанда, ал қалған дүние жүзіне олар уже былайша айтқанда интерполяция жасайды. Сол сияқты мысалға енді біз көбінесе жаңа Қытайдікін қараймыз, олар бізге жақсы сәйкес келеді. Орыстардікін қараймыз, иә, Ресейдің моделін қараймыз деген сияқты. Бірақ жалпы алғанда негізінен мынау ауа райын болжау бойынша ең енді біздің көретін, біз сүйенетін модельдер олар американский модельдерді қолданамыз, неміс модельдерін қолданамыз, иә, және алда келе жатқан негізі Индияны айтуға болады. Себебі Индияда ондағы процестер өте қиын. Мәселен біз Қазақстан солтүстік жарты шардың қоңырша ендігінде орналасқанбыз ғой. Бұл жалпы физикалық тұрғыдан процестердің барлығы зоналды түрде жүреді. Сонда бізде зоналды процестер орын алады, ал мысалға Индия экваториалды аймақтарда орналасқан мемлекеттерде оларда процесс өте қиынырақ. Себебі олар әлемдік мұхитқа жақын орналасқан, сонда процестер оларда непредсказуемый деп айтсақ болады. Сондықтан енді экваториалды зонада орналасқан мемлекеттерге оларға даму қажеттілігі туындады. Сондықтан да мысалға қазіргі таңда Индияда бізді көп мысалға курстарға шақырады, иә, біздің мамандар көптеген сол Индиядағы курстарға барады, себебі оларда осы математика, физика, жаңа математикалық модельдеу сияқты салалар өте жақсы дамыған. Және спутниктік метеорология бар, оның ішінде, иә, спутниктік бақылаулар мәліметтері осы елдерде өте жақсы дамыған. Яғни қажеттілікке байланысты. Осы тұста мемлекет қалай қолдайды ғалымдарды? Жалпы Қазақстанда ма? Иә. Қазақстанда бұл тұрғыдан бізде жалпы негізінен біз Қазгидромет өз тарапымыздан жеке зерттеу жұмыстарымыз жасаймыз. Мәселен, ол министрліктерге болсын береміз, бірақ бізде мынандай кіші гранттар бар, малый гранттар деп айтамыз ғой, енді білім және жоғары ғылым министрлігі бөлетін гранттар бар. Сол гранттар арқылы жүзеге асырылады. Бірақ былайша айтқанда енді менің жеке ойым бізде ғылымға деген дейін төмен. Мысалға біз өз шеңберімізде ғана, өзіміздің ғылыми зерттеу орталығымызда ғана осындай ғылыми зерттеулер жүргіземіз. Бірақ егер бізге көптеген жаңағы қаражат болсын, жаңағы технологиялар, мысалға суперкомпьютерлар дейді, бұның барлығы өте мықты, сондай суперкомпьютерларды талап етеді. Егер сол жағынан бізге қаржылық қолдау көрсетілетін болса, және де осы мамандарды шығаратын университеттерге жаңа бағдарламаларды енгізу бойынша болсын, повышение квалификации дейді, мысалға сол жағдайлардың барлығын жасайтын болса, онда бізде ғылым ары қарай жақсы дамушы еді. Сол мәселе бізде қазір. Жалпы біздің елімізде енді бұл тенденция оң жаққа қарай ауысуда, дегенмен әуелден қазақ тілі, жалпы Қазақстандағы ғылым әрқашан екінші, үшінші немесе төртінші кезекте тұратын мәселе етін. Мысалы, қазақ тілі ешқашан ғылым тілі деп есептелмеген. Яғни ол кейбір топтардың ойлары бойынша. Бірақ дегенмен бұл тенденция өзгеру үстінде. Яғни қоғам қазақша фильмдер шығуы, қазақша статьялардың шығуы деген сияқты бұл осы бағытта жылдамдататын сияқты позицияны. Мен сұрайын дегенім, қазір меніңше бұл танымал болып кетті. Ғалым деп атай аламын ба, әлде кәсіпкерлер деймін ба? Тиктокта біреу өзін қазақтың Илон Маск дейді. Яғни олар не істейді? Бір химикаттарды қосындысын пайдаланып, тікұшақ немесе самолет ұшырып, бұлттарға сеуіп, жаңбыр шақыртады. Жалпы бұның жаңағы біз айтып жатқан экожүйемізге, жалпы осы процестердің барлығына кері әсерін тигізбейді ма деген сұрақ. Қызық сұрақ, орынды сұрақ. Жалпы енді Қазгидромет мамандар ретінде осы мәселемен бетпе-бет келдік. Мысалға 2021-2022 жылдары именно осы химическое воздействие на осадков, вызов осадков деген мәселе көп көтерілді. Көптеген адамдар жаңағы
мен ойлап таптым, мысалға бір радиоприемник ойлап таптым дейді, бір кісілер айтады мен новый методика таптым деп та. Оның барлығы енді жасалды ондай жұмыстар, мысалға иә, вызов осадков сияқты. Бірақ ол ең бірінші түсіну керек та, жаңбыр тудыратын бұлттар болу керек та ол үшін. Енді қазақша айтқан кезде мысалға біздің мына Маңғыстау облысы территориясында, Қызылорда облысының территориясында ондай жұмыстарды жүргізу мысалға кішкене тиімсіз деп айтуға болады. Яғни түсінікті болу үшін жаңбыр тудыратын бұлттар бар және жаңбыр тудырмайтын бұлттар бар. Будақ бұлттар бар, мысалға жауынды, нөсерлі жауындар тудыратын, иә. Бөлек бұлттар бар, мысалға жоғары қабаттың шарбы бұлттары сияқты. Олар жауын шашын бермейді. Ал осы аймақтарда, жаңа мен айтқан Маңғыстау, Қызылорда облыстар аймақтарында ондай бұлттар көп қалыптаспайды. Және ол қалыптасатын күнді былайша айтқанда ұстау керек та, сол күндерді. Енді орысша айтқанда нужно ловить дейді. Ал ондай бұлттар мына Алматы облысы, мына таулы аудандарда көп та. И сіздің сұрағыңызға келетін болсам, екінші жаңағы әсер етпейді ма? Иә, әрине әсер етеді, себебі бұлттар жаңағы химикаттарды өзіне ұстаған кезде, олар мысалға қайтадан жауын болып түскен кезде, иә, жауын шашынның химиялық құрамы өзгереді. Иә, оған сәйкес бізде мысалы зерттеулер бар, осы химиялық құрамы жауын шашынның деген сияқты. Енді ол да адамның денсаулығына әсер етеді, химиялық жауын шашындар. Бір-екі түсініктеме қажет ететін тағы да бір цитата. Яғни біздің мемлекеттің де басқа ТМД елдері де, Евразия құрлығындағы елдер бөлетін, яғни осы экожүйеге, экоактивизмге бөлетін ақша мәселесі. Яғни біз оған көбірек ақша бөлгеннен, түсінеміз, ғылымға ақша бөле аламыз, ол ақталады. Бірақ басты бөлінетін назар ол идеологияда емес па деген сұрақ. Яғни жалпы бұл сала біздің әсер етуіміз қаражатты қажет ете ма? Экоактивизм ба? Экоактивизм және экоактивизмнің салдарынан пайда болатын жалпы табиғи құбылыстар. Экоактивизм дегенде сіз біреуді айтып отырсыз ба, немесе шаралар ма ол? Мысал ретінде мен қоқыс сорттаймын. Мен Тесламен жүремін, условно. Және тағысы осының барлығы жинақталған кезде біз жаңағы, мысалы сіз айтқан планды орындай аламыз. Бірде 1,5 градус сақтай аламыз деген сияқты. Яғни осы шағын іс-шаралардың арқасында біз бір үлкен қауіптің басын ала аламыз. Иә, әрине. Енді білмеймін, екі жағы бар шығар мүмкін бұл нәрсені. Ол біріншіден, егер әрбіріміз жеке-жеке осы экоактивизм деп жатырсыз ғой сіз, мысалға қоқысты сорттау бойынша болсын, жаңағы Тесла мінем деп жатырсыз, егер әрбір адамда сондай мүмкіншілік болса, ол мысалға әсер етер еді деген ойда. Мәселен, ал екінші жағынан енді барлығы негізінен бізде ғылымға келіп тіреледі ғой. Ғылымға жасалған инвестиция дейді ғой. Инвестиция ол көбінесе ақталатын шығар деп ойлаймын. Мысалға кез келген воздействиялардың алдын алу үшін немесе олардың салдарын жою үшін научно обоснованный, мысалы ғылыми дәлелденген стратегиялар болу керек. Сол стратегиялар орындалған кезде меніңше оң әсерін береді. Яғни менің айтқым келгені, жалпы барлық қолдау, мемлекеттің қолдауы, ғалымдардың қолдауы ғылымға бағытталу керек. Мынандай мәселе, жалпы әлем бойынша Ресейде соңғы осы жылдың басында және Қазақстанда ең үлкен қоғамдық хейттің, қоғамдық резонанстың бірі ол су тасқынына үкімет немесе әкімшілік немесе біздің ауылдағы жаңағы дядя Сережа дамбыға жауап беретін кісі сол кінәлі. Біз бұл проблеманы шынымен де алдын алуға болады деп есептейміз ба, әлде
бұл енді табиғаттың қалауы, яғни климаттық бір апат болды ма? Қызықты сұрақ. Негізінен жалпы енді осы жылғы біздің су тасу көрсетті ғой, біз дайын емес екендігімізді. Иә, мысалға енді көптеген шаралар бар. Мысалға кейбір жылдары мәселен биыл осындай үлкен масштабта су басу болды, бірақ бізде жаңағы қосымша дамбалар дейді, су қоймалары болсын, болмаса суды жаңа водоотвод дейді ғой орысша айтқанда, сондай іс шаралардың болғанда мүмкін бұндай қатты үлкен масштабқа шықпас па еді деген сияқты. Егер бізде осындай іс шаралар мысалға жақсылап жүргізілетін болса, мүмкін 50% жағдайда біз ұтар ма едік деген ой бар. Бірақ табиғатты алдын ала айтып білмейсіз. Мысалға 100 жылда бір қайталанатын, 200 жылда бір қайталанатын процестер болады. Ол гидрологиялық процестер болсын, метеорологиялық процестер болсын. Бірақ сондай жағдайда, мысалға тіпті бағана айтып өттім мен сізге, Германияда болған су басу, наводнение, 200 адам қайтыс болды. Тіпті соншалықты дайын болған Германияда олар төтеп бере алған жоқ табиғаттың осындай заңдылығына. Сол сияқты мысалдар өте көп. Мысалы Норвегияда болсын, Швецияда көп орын алып жатыр да. Себебі бұл енді көп факторларға байланысты. Бірақ мынандай экстремальный явленияларда өте масштабты су басу болсын, басқа да мәселелерде енді кей жағдайларда алдын алу мүмкін емес. Яғни бұл экстремалды табиғи апатқа саналады. Себебі менде енді мен бұл саладағы эксперт емеспін. Қарапайым тұтынушы ретінде бірінші эмоциям әрине ол хейт болды. Неліктен деген сұрақтар әрқашан, бұл жыл сайын қайталанатын дүние ғой, сол салаға бөлінген ақшаны жеп қойған шығар деген ой болды. Кейін бір эксперт, қателеспесем, мүмкін эксперт емес те шығар, қарапайым блогер шығар, ол картамен түсіндірді. Яғни ол өз парақшасына видео салды. Достар дейді, бұл Ресейден, мына өзеннен келе жатқан су, Ресей оны ұстап тұруға тырысты, 80-50%-ға жіберді деген сияқты. Яғни бізде сіздің салаңыздағы эксперттер жетіспейтін сияқты. Эксперттер деп тұрғаным енді қазіргі трендтегі дүние ғой. Бір танымал эксперт, мысалы врачтардың арасында өте танымал Комаровский болса, осы салада бір эксперт жетіспейтін сияқты. Әлде біз білмейтін, бірақ сіздер білетін арнайы бір адамдар бар ма? Негізі эксперттер бар, бірақ қазіргі мәселе, мысалға енді біздің салада болсын, гидрометеорология саласында ол разрыв поколений бар ғой. Мысалға үлкен кісілер бар, 60-та, 70-те, уже пенсиядағы кісілер бар, мысалы бізде жұмыс жасайды әлде дейді. Бірақ ортада бізде орта буын жоқ. Орта буын жоқ, одан кейін біздер жас буындар. Осы мәселе, мысалға білмедім, мүмкін басқа салада бар шығар, бірақ осы именно біздің салада осындай орта буынның осы разрыв бар да. Үлкен буындағы кісілер бар, кейбіреулері пенсияға кетті, біреулері мысалға бақилық болды деген сияқты. И жаңадан келе жатқан мысалға мамандар бар. Мамандар тапшылығы көп. Мысалға гидрологтар аз, гидротехниктар аз. Оның барлығы қазір енді қолға алынып жатыр ғой. Қазір мысалға мемлекет басшысымен тапсырма берілді. Қазір енді университет деңгейлерінде біз жаңағы методический советтер бар. Солардың мүшесі болып қатысамыз. Сонда бұл мәселе үлкен талқыға түсіп жатыр қазір. Гидролог мамандар оқыту бойынша білім гранттарының санын арттыру, гранттарын. Санын арттыру бойынша, сонымен қатар мысалға оларға сабақ беретін мұғалімдердің мысалы квалификациясын өсіру бойынша енді көп қарастырылып жатыр. Мысалға енді жеке өзім алайын, құрлық гидрологиясы бойынша мамандар саны бұрын өте аз болды. Мысалға егер мен метеорология мамандығында оқығанда 44 адам оқуға түссек, біз бірінші курста гидрологтар бізде 16 ғана болды. 16-ның барлығы бітіріп шықпайды оқуды. Оның ішінде 4-5-еуі менікі емес деп кетіп қалады. Одан 4-ші курсқа жеткенше отчисление болады. Мысалға сол сияқты бір 10-12 адам ғана бітіріп жүрді. И бітіргеннен кейін де негізгі үлкен проблема, мамандық бойынша көбісі жұмыс жасамайды. Көбісі кетіп қалады басқа қызметтерге. Оның себебі, негізгі себебі енді мүмкін айлықта шығар деп ойлаймын.
себебі жұмысқа біз тұрған кезде айлық аз болды, көбісі істегісі келген жоқ, иә. Басқалар мысалға алады да енді айта берейін, таксовать етсем көбірек табамын дейді да, сол жаққа кетіп қалады, болмаса екінші жоғары білім оқып алады да сол бойынша мысалы кетіп қалады. Сол мәселе қазіргі таңда менің ойымша жаңағы кадрлардың аз болуын тудырып жатыр. Бірақ тенденция жаңағы гранттар мәселесі сол айлықтың деңгейін көтеруге де әкелетін шығар. Әлде Мүмкін, сенемін, енді сондай болады. себебі мен жалпы осы мамандықтарды оқытатын оқу орындарын қызықпағанымнан шығар, білмейді екенмін. Мысалы қазір тыңдап жатқан мүмкін абитуриенттерге пайдалы болар. Қандай мамандықты таңдау керек және қай қалада қандай жоғары оқу орнында оқуға болады осы салаға кету үшін? Так, ең бірінші метеоролог маманы ол Қазақстанда бір ғана университетте оқытылады. Ол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде, Алматыда. Алматыда, иә. Сонда оқытады, бакалавриат, магистратура, докторантура білім беру бағдарламалары бар. Екінші ол гидролог маманы, иә. Гидролог мамандары құрлық гидрологиясы деген негізгі ол бөлек. Мынау біздің Еуразия материгіне тән, иә, мысалы құрлық гидрологиясы деген жеке не бар. Мысалы гидротехниктар бар, басқа су шаруашылығы мамандар бар, олар бөлек, ал құрлық гидрологиясы мамандар бөлек. Ол екі университетте оқытылады, жаңағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Алматыда, екіншісі Еуразиялық ұлттық университетінде Астана қаласында оқытылады. Енді қазір өте көп мысалы мәселе болып жатыр ғой, климаттың өзгеруі, жаңағы су ресурстары болсын, иә. Өте қызық тақырыптар негізінде. Енді мен жұмыс істеп жатқалы 7-8 жыл болды осы салада, өзіме ұнайды. Жаңа әріптестерім де бар, иә, мысалға оқуды бітіріп келген, олар да өте күшті қызығушылықпен келеді да. Бірінші мамандыққа келмей тұрып олар кішкене қызықпайды жаңағыдай. Кейін келгеннен кейін, уже жұмыстың барысын көргеннен кейін, жаңағы өте көптеген жаңағы курстар болады, өз арамызда бір-бірімізге көмектесеміз деген сияқты да. Осы именно табиғатпен байланысты осындай құбылыстарды зерттеу өте қызықты. Иә, меніңше бұл алдағы уақытта өте актуалды болатын мамандықтардың бірі. Былайша айтқанда болашақ тренд мамандық. Сізге көп рахмет. Яғни қарапайым тілмен, иә, біздің жалпы мақсатымыз сол. Қарапайым тілмен мүмкін қиын тақырыптарды оңай жеткізе білу және қазақ тілді контенттің санын көбейту. Сондықтан сізге көп рахмет. Бұл жақсы болады арнасы. Сізге соңғы сөз кезегі, бірақ жақсы болады деген сөзбен аяқталу қажет. Сөйлемеңіз. Сіздерге шақырғандарыңызға өте үлкен алғыс білдіремін. Себебі қазіргі таңда, иә, қазақша контенттегі бағдарламалар, подкасттар енді пайда болып жатыр ғой, енді дамып жатыр деген сияқты. Мен де қуанам қазақша тілді осындай контентті бағдарламалар көбейіп жатқандығына. Бағдарламаларыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Енді қазіргі таңда болып жатқан көптеген мәселелер, иә, климаттың өзгеруі, су ресурстарының жаңағы тапшылығы сияқты мәселелерге қарамастан барлық адамдарға жалпы атсалысуға кеңес білдіремін. Жаңағы экоактивизм деп жатырмыз, иә. Егер әрқайсымыз өзімізден бастасақ, онда бізде бәрі жақсы болады деп сенеміз. Көп рахмет. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар, каналға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Жақсы болады арнасы. Сау болыңыз.